Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың ұраны біз адал елдің ұрпағымыз. Қазір әдебиеттік оқу сабағы, құндылықтар бөлімі бойынша қазына иесі кім тақырыбы. Осы тақырып бойынша мынадай оқу мақсаттарына қол жеткіземіз. Көркем шығарманы басқа үлгідегі нұсқамен салыстыру. Халық ауыз әдебиетінің бірі ертегі жанрының ерекшелігімен таныстыра отырып, оқушыны мәнді, мағыналы сөйлеуге жаттықтыру. Оқушыларды адалдық пен парасаттылыққа, тәрбиелеу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру. Алдымен құрайдары бойынша мына суретке назар аударайық. Сурет бойынша әңгіме құрап айту. Құраған әңгіменде оқиға шешімін қалай бейнелеуге болар еді? Суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Балалар не істеп жатыр? Бүгінгі сабақ тақырыбын есімізге түсірейікші. Әрине, қазына иесі кім? Ендеше, осы суреттердің бүгінгі тақырыбымызбен байланысы бар ма? Қалай бейнелеуге болар еді? Иллюстрация жасауға, немесе мультфильм түсіруге болар еді. Енді осы суреттерге қарай отырып, шағын әңгіме құрап көріңдер. Құраған әңгімелеріңді достарыңа, немесе үйдегі бауырларыңа айтуға дайындалыңдар. Зейін қойып, ғажайып бақ ертегісін тыңдайық. Ғажайып бақ. Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің азғана малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері өліп қалған екен. Асанның бір жұбанышы ай десе алғызы күндесі көзі бар сұлу қызы болады да, Қасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда, Қасен жұтқа ұшырайды, қыс аяғы қатты болып, азғантай малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келіп едім, азғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын ойлап, қайыр сұрап тентіреп кетемінде дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Қасен досын құшақтап тұрып, екеуміз жан деген жолдас едік қой, мал жанымыз бір емес педі. Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбаңдап тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап Қасен де егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Арада біраз жылдар өтеді. Bir күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің шыңылдап темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл не ғажап екен деп, сол жерді тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші Асан деп айғайлайды ол жүгіріп келе жатып. Сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың. Асан оны қуана қарсы алып, сенің адалдығыңды білемін ғой Қасен, бірақ ол алтын менікі емес сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой деп жауап береді. Оған Қасен болмай, мен де сенің пейілің кең. Мейірімде кеніңді білемін ғой Асан, бірақ сен маған жеріңді бергеніңмен, жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой дейді. Бірақ Асан да көне қоймайды. Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін төгіп еңбек еткен адамдікі дейді. Алтынды алғысы келмей бұл екеуі ұзақ таласады. Ертегіші атайдың айтқан ертегісін тыңдап шықтық. Енді оқулығымызды ашып, тағы да өзіміз көз жүгіртіп оқып шығайық. Ертегі желісімен таныс болдық балалар, жарайсыңдар. Енді дәптерімізді ашып, ертегідегі түсініксіз сөздерді түртіп алайық. Тентіреп кету, қаңғырып, қайырсырап кету. Сүйінші, қуанышты жеткізген адамға берілетін сый-сияпат. Ұлтарақтай жер, аз ғана, өте кіші жер. Жарайсыңдар балалар. Енді халық ауыз әдебиеті жанрларын есімізге түсірейік. Ертегілер халық ауыз әдебиеті жанрларының бір түрі. Ертегілердің өзі тұрмыс салт ертегісі, қиял ғажайып ертегі, жан-жануарлар жайындағы ертегі болып бірнеше түрге бөлінеді. Ал біз оқыған ғажайып бақ ертегісі осының ішінде қай түріне жатады? Әрине,
қиял ғажайып ертегісі. Келесі орындайтын тапсырмамыз салыстыру. Сурет бойынша өздерін құрастырған мәтін мен ғажайып бақ ертегісінің қандай ұқсастықтары, қандай айырмашылықтары бар? Авторлары кімдер? Кейіпкерлері кімдер? Оқиға немен басталды? Оқиғадағы мәселенің шешімі қалай табылды? Осыларды салыстырып, дәптерлеріңе кесте сызып, толтырасыңдар. Енді сабағымызды қорытындылай келе, екі кейіпкерге мінездеме беріп көрейік. Асан қандай? Қасен қандай? Асан мен Қасеннің қандай қасиеттері сендерге ұнады? Екі достың бойында бір-біріне ұқсайтын қандай ерекше қасиет бар? Жарайсыңдар балалар. Екі достың бойында адалдық, сенім сияқты жақсы қасиеттері бар екен. Әр адамның бойынан Асан мен Қасеннің бойындағы адалдық, әділдік, сенім сияқты қасиеттер табылса, елімізде белең алған жемқорлыққа тосқауыл болар еді. Келесі роликке назар салайық. Кісі ақысын жеу, пара алу, халыққа тиесілі қаржыны заңсыз иемдену, жемқорлық, қоғам дамуына тежеу болып, елдің өркендеуіне кедергі келтіретін факторлар. Осыған ұқсас зиянды әрекеттерге ертеректе қазақ халқы адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім деген ұғымдар арқылы тосқауыл бола білген. Ар мен намысты ту еткен азаматтар өзіне тиесілі болмаған дүниеге қол салмаған. Мамандар ұлттық тарихымызда сізбен біз ұялатындай сәттердің болмауын жоғарыда аталған құнды сенімдермен байланыстырады. Сонау ғасырларда қазақ даласының ата заңына айналған Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысында асыл қасиеттердің сақталуына ерекше мән берілген. Сен де сол құндылықтарды сақтай отырып, жемқорлыққа жол берме. Отбасы мен жақындарың өмір сүріп отырған елдің дамуын ойла. Өзіңді сыйла. Жемқорлыққа жол жоқ. Себебі біз адал елдің ұрпағымыз. Бүгінгі сабағымызда алға қойған мақсаттарымызға жеттік деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.